Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұрақ. Сахабалардың заманында өзі тірі кезінде, біздің мына күйімізді көрді ме, көрмеді? Көрді. Бізден кейінгі қияметке дейінгі өзінің үмметінің күйін көрді ме, көрмеді? Көрді. Біле ме, білмей ме? Біледі. Білмейді десеңіз, бағанаға ескеріп кеттім. Діннен шығып кетуі мүмкінсіз. Неге? Ла илаха иллаллах, сосын Мұхаммад Расулулла. Аллаға иман еткен болсақ, Алла бәрін біледі ғой, жаратты ғой бәрін қияметке дейін. Онда иманның жартысы болып тұрған Мұхаммед білмеу мүмкін ба? Алла айтты ғой, маған иман еткенде кімге де иман етіңдер? Мұхаммедке. Неге иман етеміз? Себебі ода бір не бар? Біз білмейтін сыр бар. Сол себепті иман соған байлап тұр ғой. Алла тағала енді бәріміз жаратқан болса, біздің күйіміз қалай білген болса, Мұхаммед білмей қала ма? Біледі. Ал онда сахабаларға неге осыны қозғаған жоқ дейді? Білесіздер ме неге? Сыры мынау. Пайғамбарымыз Миғраждан кейін келген айтқан хадисі бар екен. Раббым маған тілдескен кезде, намазды алып келді ғой, сол кезде айтқан екен. Раббым маған 3 нәрсені берді деген. Біреуі апарып үмметіме жеткізіп айту керек деген. Айту керек. Жанна, біз көтере алатын деңгейдегі хабарды беру керек деген. Айту керек нәрсесі. Екіншісі, Раббым маған не істеді деген? Өзің білесің деген. Айтсаң да, айтпасаң да өзің білесің деп маған тастаған дейді. Үшіншісі бар дейді. Раббым менен уәде алған, айтпайсың деп. Қайтып түсіндірейін. Алла тағаланың құзырына барады. Біз барды деп отырмыз ғой, негізі олай да сөйлеуге болмайды. Себебі барды дейтін болсақ, ол мекен болады, жаратылған болады да, онда Алла тағала жаратылған мекенде болып қалады. Бірақ түсінікті болсын деп сіз бен бізге не деп айтамыз? Барды дейміз. Әйтпесе ол мына неден шығып кетеді. Жаратылыстан шығып кетеді. Сосын отырамыз суреттей алмай. Сол себепті барды дейміз. Барғаннан кейін намаздап келді. Солай ма? Сол арада тілдесті ғой, көрді. Сол кезде Алла тағала пайғамбарымызға 3 нәрсені берген. Біріншісі, сен мынаны айту керексің, жеткізу керексің. Жаннатты сипаттап береді, тозақты сипаттап береді, жаңағы сияқты болашақта ғайыптарды айтып берді ғой. Ол көтере аламыз біз. Екіншісі, өзің білесің деп тастаған дейді. Пайғамбарымыздың өзіне тастаған. Не айтасың, не айтпайсың, өзің білесің. Үшіншісі, Раббым менен уәде алған дейді. Айтпайсың дейді. Сұрақ. Бізге айтатын айтты, қараңыздар, айтатын айтты. Біз әлі де соған жете алмай жүрміз. Айтқанына әлі жете алмай жүрміз. Түсіндіріп жатырмын, мен түсіндіре алатырмын ба? Яғни айтып кеткен шариғаты, айтып кеткен сөзін орындай алмай жатырмыз. Әлі оның сырын түсінбей жатырмыз. Айтқанына түсініп тұрсыздар ма? Мысалға айтқаны не? Ашуланба. Оның артында өте көп сыр бар. Айтқаны не? Қарапайым бол. Айтқаны не? Аз же. Ал қазір аз же дегенді қозғайшы. Шығасты мына деген сондай не? Тамақ жемей қою керекпіз ба? Мына ұстаз қуды дейсіз таза. Айтқаны аз ұйықта дейді. Шыққанын айтасыз, бол, мен келмеймін. Қандай ұстаз ат келгенсің ба? Айтқаны не? Дүниеге жүректі байлама дейді. Айтқаны мынау. Айтқан не? Дүниені қанса қусаң да жетпейді. Адамның көзін не толтырады деп айтады? Топырақ толтырады деп айтады. Ал біз не істеп жүрміз? Айтқан біле тұра, сол істей алмай жүрміз. Дүниенің артында жүрміз ғой. Сол дүние үшін қырысып отырмыз. Сол дүние үшін бір-бірімізді күндеп жеп жатырмыз. Дұрыс па? Айтқаннан шыға алмай отырмыз. Енді екіншісіне жетпедік әлі. Не деді? Өзің білесің деген. Айтасың ба, айтпайсың? Енді сұрақ. Өзің білесің деген болса, бізді көрді ме ол кісі? Әлсіздігімізді біле ме? Білді. Онда көп нәрсені айтпай кетті ол кісі. Деп айтып тұр ғой, өзің білесің. Ал үшіншісі, Алла не деп айтты дейді? Менен уәде алды. Не істемейсің? Айтпайсың. Онда нені білді, айтыңыздаршы? Не білді ол кісі? Айтпайсың деп алып алған да? Біледі, бірақ Алла не деп айтты? Айтпайсың. Не білді Алла? Кімнің қайда барады? Жоқ. Енді айтпағым не? Не білді онда? Біз білмейтін нәрсені айтты. Түсінікті ма?
Оны кім біліп тұр сонда? Пайғамбар. Оны көтеріп жүрген қандай жүрек айтыңызшы. Ойлаңызшы, сізге біреу айтсайшы бір нәрсені, айтпа десе, ойбай, мәм, айтшы. Бола ма? Айтпа десе. Көтерсің ғой. Енді ол нені білдіреді дейді. Ана жүректің салмағы дейді да. Не деген адам, не деген мінсіздік. Түсін тұрса, мына екіншісін өзін айтып тұр ғой, сен өзің білесің деп. Ал пайғамбарымызды зерттесеңіздер, бүйтіп айтқан. Мен үмметімнің әлсіздігін көріп не дедім деген? Мисвакты? Міндеттемедім деген. Неге? Нені көрді ол кісі? Біздің кейін әлсіз болатын. Сол сетін не істеді? Айтпай қоя салды. Істемей қойды. Өзіне тастады ма? Өзіне тастады. Өзіне тастаған. Өзің білесің lan. Бірақ мына жақта намаз оқу керек деген айтып кетті ғой. Солай оқысаң, жоқ, ол Алланың айтқаны да айту керексің маған. А мынау ше, өзің білесің. Сол сәт не деп айтты? Үмметімде ауыр болатын көрдім бе не деді? Қоя салыңдар деді. Түнгі намазшы, өзіне парыз. Бізге не деп айтты? Өздерің білесіңдер деді. Солай ма? Ал онда тағы бар айтпай қалған нәрсесі бар ма? Бар ғой онда. Қаратта бізге қойсыншы көтере алмайды бұлар дейді. Соның бірі білесіздер ме не? Сахабалар пайғамбарымыз кіріп келген кезде бүйтіп тұратын. Сол кезде не дейді? Отырыңдар дейді. Сендер қанша тұрсаңдар да менің ақымды орындап бере алмайсыңдар дейді. Өзіне тастаған нәрсе ме? Өзіне тастаған нәрсе. Несі? Қоя салыңдар дейді. Олай болған болса, пайғамбарымыздың ақысы тұр ғой бұл жерде. Bir сыр болып тұр ғой. Біз істеу керекпіз. Бірақ не істейді екенбіз? Істей алмайды екенбіз. Яғни қанша біз тырыссақ та, ата-ананың борышы бар. Түсінесіздер мағынасы? Ата-ананың борышын істейсің. Сонда да Алла не деп айтты? Анаңды арқаңа салып, апарып тауап жасасаң да не істейсің деді. Енді пайғамбарымыздың ақысын айтыңыздаршы. Келді де не деді? Отырыңдар. Мағынасы не? Қанша сен тұр, тұр, істей алмайсың деп тұр. Анаңдықын жасай алмасаң, пайғамбарымыздың қалай істейсің? Себебі анаңнан кім жоғары тұрады? Мұхаммед жоғары тұрады. Анаң ертең сен тастап қашып кетеді, ол ақиқат. Қай сәтте? Тозақ, жаннат болғанда. Кім келеді бірақ қолыңа? Мұхаммед келеді. Енді Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келеді, не дейді? Қоя сал дейді. Түсірді ма өзінікі? Өзін түсіріп тұр. Оған тағы түсіндірейін. Алла иман ет деді өзіне, намаз оқытып қойды. Иман ет деді Мұхаммедке, неге намаз оқытпайды Мұхаммедке? Яғни, неге Мұхаммедке танымаймыз біз? Элементарный нәрсе ғой, ойланып қарасаңшы. Аллаху акбар деп намаз оқимыз да, иман дұрыс бірінші, Алла кетті. Дұрыс па? Серік қоспаңдар деді. Енді иманның жартысы Мұхаммед қылған болса, неге Мұхаммедке танымаймыз біз? Көрдіңіздер ме? Демек, Мұхаммед сыр бар, оны не істеп саған? Алла жасырып саған. Тығып саған. Оған біз не істеу керекпіз? Жету керекпіз де. Көзімізді ашу керекпіз. Сөйтсе, ешкім жетпейтін қылып саған дейді. Ешкім жетпейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, қараңыздар, тағы да сыр екеніне. Білесіздер, Ми'раж оқиғасында біз адамзат болып кімге жүгіреміз? Адамға барамыз. Сөйтіп кімге келеміз? Осы жерде бір ұстаздан естіңіздер, бір уағыздан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, тұра тұрыңдар, менде бір мәселе бар, яғни істемей қойған, кім сияқты? Пайғамбарымыз Адам алейхиссалам сияқты өздерін айтты ма бір? Жоқ, пайғамбарымыз бірден не деп айтады? Ана лаха деп айтады. Мен соған не істеген? Соған арналғам деп айтады. Ғалымдарымыз айтады, демек пайғамбарымыздың Алла алдында беретін несі жоқ, отчет жоқ деген. Қайт түсіндірейін. Адам алейхиссалам істеген әрекет үшін не істейді? Береді. Жауап береді, бірақ біз сияқты емес, ол күнә емес, жай жауап береді. Жемеді жеді. Бірақ ол Алланың бұйрығымен жеп тұр. Сол үшін жауап береді. Сол себепті не деп айтты? Жоқ, менде не бар? Сұрағым бар. Мағынасы не? Аллаға жауап береді. Мен ондайға лайықты емеспін, себебі жеп қойдым. Сендер кімге барыңдар? Келесі келді. Әрбір пайғамбар солай жібере береді. Пайғамбарымыз ондай сөз айтпайды, не деп айтады? Мен соған арналғанмын деп бірден бастап кетеді.
Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Аллах хұзурында несі жоқ дейді Алланың алдында? Мынандай жоқ. Мұхаммедке пайғамбарымыз бүйтіп сұрамайды. Неге сен бүйттің? Неге былай істедің? Неге сен деген не болмайды деген сұрақ болмайды деген. Кім сонда пайғамбарымыз? Жоқ. Қалған пайғамбарлар бүйтіп тұрады. Муса бүйтіп тұрады. Нух алейхиссалам не деп жауап беремін? Не істеймін? Не істедім мен? Деп тұрады деген. Пайғамбарымыз керісінше бізді күтіп тұрады дейді. Қашан келеді бұлар дейді. Сол себепті келген кезде айтқан екен, мен соған арналғанмын деп. Тағы да бір сыры. Пайғамбарымыз Алламен сол жерде тілдеседі, сәжде қылады. Сәжде қылып 3 рет үмметім деген. Сәжде қылып тұрып 3 рет үмметім деген. Алла тағала не істейді? Ей Мұхаммед, сүйікті құлым, сен мынандай жерге келіп тұрып дейді. Яғни түсініп тұрсам, ол жер деп айтып отырмыз, жер емес. Сондай осындай не болып тұр, сәт болып тұр, сен сондай сәтке келіп тұр, сен өзіңнің мәртебеңді көріп тұрсың ба деген сөз ғой. Кім екенін көріп тұрсың ғой сен. Енді сенің сондай әрекет жасап, биіліп, бүйтіп түскенің, өзіңді қорлағаның, былай деңгейіңді түсіргенің саған жараспайды деген мағынада айтқан екен. Басыңды көтер. Үйтіп маған істеме. Сәжде қылма деп айтқан дейді. Неге? Сен оған лайықты емес. Үйтуге саған жараспайды деген сөз дейді. Басыңды көтер, сұрағаның беріледі, шапағат етем дегенің шапағат етіледі деген. Енді қызығы қараңыз. Сол кезде мына сөз айтылғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сәждеде жатқан кезде Алла бір сөз айтқызады екен. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ол сөзді мен қазір білмеймін деп айтқан. Енді мынаған қайтайық. Сен айту керексің. Бағана біріншісі, екіншісі өзің білесің, үшіншісі секрет деді ғой. Жасырын. Сонда Алла тағала пайғамбарымыз сол сәтте қандай сөзді айтқызады? Ешкім білмейді. Ешкім білмейді. Өзі айтып тұр, мен қазір білмеймін деген. Мен білмеймін деген айтқан. Бірақ қараңыз, сонда мынаның сыртында тағы бір нәрсе бар ма? Мынаны біледі ғой, мынаны біліп тұр ғой. Мына үшеуін біліп тұр ғой. Ана сәтте демек басқа бір нәрсе болып тұр ғой сонда. Мына үшеуінен де басқа нәрсе болып тұр. Әйтпесе мынаны айтып тұр ғой, сен білдің, білдірді, сосын айтпа деп алып алдық қой. Ол біледі ғой. Ана сәтте мен әлі білмеймін деген. Сол сәтте айтқызады деген. Сонда не айтқызады? Қандай сөз ол? Құран ба? Құран емес? Зікір ме? Жоқ. Не сонда? Алла біледі. Содан кейін бітті дейді. Білесіз ба? Адамзаттың бәрі бүйтіп тұрған дейді. Не болады дейді. Бәрінің басында бұлт, уайым қайғы дейді. Содан кейін сол сәт неге айналып кетеді деген білесіз ба? Тойға айналып кетеді деген. Деген сияқты. Сол сөз айтқан енді. Айтқаннан кейін. Иә, бітті. Неге? Сен пайғамбарым содан кейін не істейді? Шапағатын бәріне бөледі деген бүйтіп. Бәрін кіріп жібереді деген. Ана сәтте міне қараңыз, бүйтіп тұрмыз. Не болады? Содан кейін сол сәт бүйтіп айналады дейді. Сөйтсе мына әлем Алла жаратқаннан бастап мына адамзаттың тарихында, тіпті Алланың жаратқан құлдарының өмірінде деп айтсақ, болмаған той болады деп айтқан, қуаныш болады деп айтқан. Ондайды ешкім көрмеген, ойына да кірмеген. Ана бүйтіп тұрады дейді, міне біттім деп тұрған кезде сол сәт бағана пайғамбарымыз жатады, сөзін айтады, Алла тағала басыңды көтер, болды деген. Деп жібереді деген адамзат. Себебі кәпірдің өзін кіргізіп жібереді деген. Шапағатына фүнк еткізіп. Сонда сұрақ, мен соңғы сұрақ. Кім ол кісі? Жаратылған, бірақ сондай деңгейде. Неге? Алла тағаланың, яғни пайғамбарымыздың артында тұрған кім? Алла. Міне сонда мен пайғамбарымыз осылай зерттеп кеп, пайғамбарымыз не деген сыр десем, кімге жетем? Аллаға жетем. Себебі оны жаратқан кім еді? Алла. Егер сен Мұхаммедті сондай қылған болсаң, сен қандайсың ал? Жеттік па енді? Кішкене келді ма бір нәрсе? Түсініп тұрсам, яғни жаратылған Мұхаммедтің өзі осындай болса, сен жаратушы Раббым сен болсаң, оны сондай қылған сен болсаң, онда сен қандайсың? Айтыңыздаршы. Сен несін ал? Айтыңыздаршы. Не? Жоқ сөз.
Сол себепті не деп айтады? Жаннатқа кіргендердің ең үлкен армандайтын нығметі не? Көріледі. Оны көрген кезде не болып кетеді деп? Жаннат жоқ болып кетеді деген. Ал енді айтыңыздар. Хақ па? Айтып отырғанымыз хақ. Сонда Аллаға мен кіммен жетем? Мұхаммедпен жетем. Ал неге Аллаху субханала тағала құдірет иесі бола тұра Мұхаммедті ортаға қойып тұр? Неге бұлай тікелей істемейді? Мен көтере алмаймын дейді. Жоқ болып кетемін. Сол себепті менің деңгейімдегі арамыздан шыққан, ал аятта не деп айтады? Араларынан шыққан дейді. Өздерің сияқты дейді. Жет базарға барады, үйленеді деп айтады. Аят бар ма? Бар. Неге? Мен қабылдай аламын. Өнеге тұтай аламын, жүгіре аламын, бара аламын, суреттей аламын ол кісіні, сезіне аламын да. Алла жаратылмаған. Қалай айтсаң да сен қу кете бересің. Жоқ, кетіп қала бересің басқа жаққа. Содан не істеді? Мұхаммед келеді. Қояды. Тоқтаңдар, міне нүкте. Осы жерге келіңдер. Демек, ол кісінің өмір баяны қажет па? Қажет. Бәрін реттейді. Иманды да реттеген болса, құлшылықты реттейді дейді. Құлшылық реттеген болса, тіршілік реттеле ме? Тіршілік реттеледі mesela. Тіршілік реттелген болса, жер бетінде қан бекерден бекер төгіле ме? Төгілмейді деген. Оған дәлел. Өзі келді соны дәлелдеп кеткен жоқ па 23 жылдың ішінде? Көрдіңіз бе? Сонда бізге қазір жетіспей жатқан нәрсе намаз ба? Қойыңыз, намаз емес. Намазды бәрі оқып жүр. Зекет жоқ емес. Қажылық па? Қазылық қазір не болып кеткен? Курорт болып кеткен ол. Демалып қайтамыз бара. Мерейімді ашып, тауықтың етін жеп, машалла, кайф. Нәпсіні қанағаттандырып қайтамыз. Кім қалды сонда? Мұхаммед қалды. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар, еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.